Қазақтың ырым-тыйымдары өте көп, оның әр қайсысының мағынасын ашып, терең түсіндіріп бермегендіктен, бүгінде ырым-тыйымдарға аса мән бермейтін ұрпақ өсіп келеді. Кез келген адамнан сұраңызшы, қазақтың көптеген тыйымдары бар ғой, соның бірін неліктен олай жасауға болмайды деп сұрасаңыз, ешқайсысы мандырып жауап бере алмайды. Себебі өзі де оның себебін білмейді. Оған ешкім ежіктеп айтып, себебін түсіндіріп бермеген. Сіз балаңызға тыйымдарды айтып, олай жасама, жаман болады десеңіз, бала оны түсінбейді. Қайта өзіңізге қарап, не болады деп сұрақ қояды. Балалардың ырым-тыйымдарды естігенде не болады деп сұрауы да орынды. Өйткені бала кезіндегі мифологиялық ойлау жүйесі ата-бабамыздың тамырына жақындау бір кезең болады. Қандай да бір тыйым айтып, баланың іс-әрекетіне қатысты тыйым салар болсаңыз, неге деп көп сұрайтын себебі де сол. Сол кезде ата-әжелер, үлкендер сұрақ қойған балаға бұл тыйымның себебін білуге тырысқанда, жауабын да қоса беру міндетті. Жауапсыз қалған сұрақтан бала ешқандай ой түйе алмайды. Біздің де бала кезімізде үлкендердің жағыңды таянба, апақ-сапақ мезгілде ұйықтама, тізеңді құшақтама, таңдайыңды тақылдатпа деп көп тыйымдар айтатын. Әрине, дүние танымы қалыптасып келе жатқан бала бәрін білуге құлшынады. Сондай кездерде үлкендер тарапынан айтылған тыйымдардың себебін білгісі келсе де тұшымды жауап ала алмай, тек қана жаман болады деген сөзбен шектелген соң, бұл жауапқа қанағаттанбайды. Соңында не болатынын көрейін деген қызығушылық оны бұл тыйымдардан, ырымдардан тартыншақтауды жеңіп шығады. Мысалы, қарапайым ғана жағыңды таянба деген тыйымға зер салып қарайықшы. Жағыңды таянба деген тыйым сөздің мағынасы былай екен. Жақты қайғырып, бағы қайтып отырған адам ғана таянады. Қазіргі тілмен айтқанда, психологиялық тұрғыдан шаршап, еңсесі түсіп, жүдеп жадап, мына өмірдің қызығы біткендей түңіліп жүрген адам ғана жағын таянатын болған. Мына өмірде таянатын ештеңем қалмады, сүйенерге күшім қалмады деп қайғырғанның белгісі. Сондықтан жақты таяну ырымға жаман деп әжелеріміз тыйым салып отырған. Сіз бұл ырым-тыйымға сенесіз бе? Видео ұнаса, мені қолдап, комментарий жазуды, осы сұраққа жауап беруді өзіңізден сұраймын.